Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып Фарадейдің электромагниттік индукция заңы. Ашылу тарихына тоқталсақ. 19 ғасырдың басында физиктер электр тоғы магнит өрісін тудыратынын білетін. Мұны 1820 жылы дат ғалымы Ханс Эрстед дәлелдеді. Ал ағылшын ғалымы Майкл Фарадей керіс сұрақ қойды. Егер электр тоғы магнит өрісін тудырса, онда магнит өрісі электр тоғын тудыра ала ма? Осы сұраққа жауап іздеп, ол шамамен 10 жыл бойы катушкалар мен магниттерге тәжірибе жүргізді. 1831 жылы Фарадей ұлы жаңалық ашты. Өткізгіш тұйық контур арқылы өтетін магнит ағыны өзгерсе, онда контурда электр қозғаушы күш пайда болады. Ал контур тұйық болса, электр тоғы жүреді. Бұл жаңалық электромагниттік индукция заңы деп аталды. Ол электр генераторларының, трансформаторлардың және жалпы электроэнергетиканың негізіне айналды. Бірінші Фарадей заңы – электромагниттік индукция заңы. Кез келген тұйық контур арқылы өтетін магнит ағыны өзгерсе, онда сол контурда индукциялық электр қозғаушы күш пайда болады. Маңызды түсінік: электр қозғаушы күш әрдайым пайда бола алады. Ал тоқ тек контур тұйық болса ғана ағады. Негізгі үш ой. Бірінші, тоқтың көзі электр қуатын алу үшін міндетті түрде батарея қажет емес. Магнит пен өткізгіштің өзара қозғалысы қажет. Негізгі шарт – қозғалыс. Егер магнит жай ғана қасына қозғалмай тұрса, тоқ болмайды. Магниттің жақындауы, алыстауы немесе айналуы керек. Яғни магнит өзгеруі тиіс. Формуласы: электр қозғаушы күш тең минус магнит ағынының өзгерісінің уақыт бойынша туындысы. Мұндағы Е әріпі индукция, электр қозғаушы күш вольт, Фи әріпі магнит ағыны Вебермен өлшенеді. Т уақыт секунд. Мұндағы ди фи және dt магнит ағынының өзгеру жылдамдығы болып есептеледі. Формуладағы минус таңбасы Ленц ережесін көрсетеді. Пайда болған тоқ магнит ағынының өзгерісіне қарсы бағытталады. Екінші Фарадей заң. Екінші заң бірінші заңды кеңейтеді және катушкаға қатысты айтылады. Катушкадағы индукция электр қозғаушы күш орам санына тура пропорционал. Яғни орам неғұрлым көп болса, кернеу соғұрлым жоғары болады. Формуласы: электр қозғаушы күш тең минус n көбейтілген магнит ағынының уақыт бойынша өзгерісі. Мұндағы n орам саны болып есептеледі. Негізгі қорытындылар: әр орам кішкентай генератор сияқты жұмыс істейді. Орамдар саны көбейсе, олардың әсері қосылады. Сондықтан электр энергиясын алыс қашықтыққа беру үшін трансформаторларда мыңдаған орам қолданылады. Практикалық маңызы: Фарадей заңы мына құрылғылардың жұмыс істеу негізі болып табылады. Электр генераторлары, трансформаторлар, электр станциялары, жел, су және бу турбиналары. Қорытындылай келсек, Фарадейдің ашқан заңы қазіргі электр энергетикасының іргетасы. Ол бізге бір маңызды шындықты үйретті. Энергия тек отыннан емес, қозғалыс пен табиғи күштердің өзара әрекетінен де алынады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Төлебаев Құрасбек.